Сәлем достар, айту арнасына қош келдіңіздер. Біздің барлығымыз да ерекше белгілермен туыламыз. Мысалы, сіздің көзіңіз қоңыр немесе көк, я болмаса мүлдем сирек кездесетін жасыл не сұр түсті болуы мүмкін. Біздің көпшілігімізде өте ерекше белгілер кездеспейді. Ерекше қылатын белгілер үйлесімі. Жақсы болсын, жаман болсын, өте ерекше белгілермен және генетикалық ауытқушылықтарымен туылатындар бар. Осы тізіммен танысқаннан соң, кішкене болса да кәдімгі болуды қалайтын боласыз. Алдыңызда бала бойындағы туа біткен 13 ақауы. Олай болса, жайғасып отыра беріңіздер. Біз бастаймыз. Қатарынан 2 адам болу. Жоқ, сиам егіздері жайлы емес, адам химерасы жайлы сөз болмақ. Әйел ішіндегі нәресте жоғалған егіздің жасушаларын жұтып қою мүмкін. Нәтижесінде нәрестенің кейбір мүшелерінде елес егіздің ДНК гендері сақталады. Осындай оқиға Кэрен Киган есімді қызбен орын алған. Оның аналық бездерінің гендері басқа. Былайша айтқанда, балаларының анасы өзі емес, туылмаған егізі балаларының анасы болып табылады. Жарғақты саусақтар мен башпайлар. Жарғақты саусақ башпайлар синдактилия деп аталады. Біздің қолдарымыз жатырда ескек пішінде дамып бастайды да, жүктіліктің 6-шы аптасында саусақтарымыз бөлінеді. Осы дұрыс жүрмесе, адамда жарғақты саусақтар пайда болады. Бұның не себепті болатыны түсініксіз. Шамамен 2000-нан бір бала осындайға ұшырайды. Көбінесе мұндай ауытқушылық кәдімгі ота арқылы түзеледі. Дегенмен, кейде өте сирек болса да, саусақтар емес, сүйектердің бітісуінен саусақтарды қалыпқа келтіру күрделірек болатын жағдайлар да кездеседі. Ағаш адам. Вируциформды эпидермодисплазия ағаш адам сырқаты ретінде танымал. Одан адамдар адам папилломасы вирусын қабылдауға бейім келеді, және ол терінің қатерлі ісіктерін тудырады. Көбінесе ісіктер 20 жас шамасында пайда бола бастайды. Басқа да тері ісіктері секілді әсерлесу аймақтарында пайда болады. Белгілері 20 жылдан соң бір байқалғанымен тұқым қуалайтын бұл сырқат туылған кезде байқалады. Көптеген бақыланбайтын адам папиллома вирус инфекциялары қабыршақты сыртқы қабықтың пайда болуына алып келеді. Сырқат атауы да осыдан шығады. Су перісі синдромы. Сиреномелия нәресте аяқтары жатырда жатқан кезінде бітісіп өсетін ауытқушылық. Ол су перісі синдромы деген атаумен танымал. Бүйрек және ішкі ағзалардың асқынулары салдарынан мұндай жағдайлар негізінде нәресте өлімімен аяқталады. Алайда 2004 жылы дүниеге келген Милагрос Кэреннің аяқтарын ажырата алған. Ол бүгінде жүре алады. Желбезек қалдықтары. Бір кездері бізге қажет болған желбезек қалдықтары пайда болып тұрады. Олар ешқандай қызмет атқармайды. Ол құлақ үстіндегі әншейін тесік қана. Бұл біртүрлі әрі қызық. Бабаларымыздың судан шыққанына миллиондаған жылдар өткенімен, ДНК-ның кездейсоқ бөліктерін біз қажет етпесек те, әлі де желбезек тесіктерін орнатуда. Булоза эпидермозы. Бұл өте әлсіз әрі сезімтал терінің сирек кездесетін ауытқушылығы. Негізінде осындай ауытқушылығы бар балалар көбіне көбелек балалар деп аталады. Өйткені олардың терісі көбелек қанатындай өте нәзік, тіпті жай жанасулардың өзі теріге жара шығарып, көгертіп, тіпті жырып та жіберуі мүмкін. Бұл сырқат өте ауыр, сондай-ақ 30 жасқа дейін өлімге әкелуі де мүмкін. Ауырту сездірмей ұстауға, жұбатуға болмайтын баланы елестетіп көріңізші. Пигменттік ксеродерма. Вампир синдромы деп аталатын осы генетикалық ауытқушылық ДНК-ның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетіне әсер етеді. Соның ішінде өзіңіз білетін күннен бөлінетін ультракүлгін сәулелердің зақымдарын жоюға әсер етеді. Осы ауытқушылықтың кейбір жағдайларында адамдар күнге сыртқа шыға алмайды. Мүлдем. Триметиламинурия. Ол адамдардың үстінен жағымсыз иіс бөлгізетін генетикалық ауытқушылық. Бұзылған балық немесе жұмыртқа иісі секілді. Ол сонымен қоса балық иісі синдромы деген атпен де танымал. Бұл метаболизмдік ауытқушылық. Негізінен осы иіссіз жағымсыз триметиламинді тағамнан триметил тотығына айналдыратын арнайы фермент жетіспейтін адамдардың денесінде триметиламинді құрайды да, ол адамның терісі, зәрі және тынысынан шығады. Дипрозоб. Дипрозоб дегеніміз біреудің екі бетпен дүниеге келуі. Иә, екі бетпен. Бұл нәрестелердің әдетте басқа да маңыздырақ проблемалары бар. Ол мидың жоқтығы, жүрек аурулары немесе өзге де жүйке түтігінің ауытқушылықтары. Дипрозобы бар нәрестелер көбіне өлі туылады. Қуантатыны, мұндай жағдайлар өте сирек. Соңғы 150 жылда осындай тіркелген оқиғалар 50-ден аз. Жүрек эктопиясы. Жүрек эктопиясы жүректің жартылай болып немесе дене сыртында орналасқан жағдайға арналған техникалық термин. Мұндай нәрестелер көбіне өлі туылады, немесе туылғанынан көп уақыт өтпей көз жұмады. Дегенмен, сәтті жасалған ота жағдайлары да болып тұрады.
Арлекин ихтиозы. Арлекин балалар өте сирек кездесетін генетикалық ауытқушылықтан зардап шегеді. Бұны Google'дан іздемеңіз. Бұл өте қайғылы нәрсе. Осындай ақаумен дүниеге келген нәрестенің терісі өте қалың болады. Көбіне үлкен ромб пішінді пластиналармен қапталады. Атауы да осы жерден шығады. Пластиналар терең жарықшақтармен бөлінеді. Бұл дененің қозғалысын, соның ішінде тыныс алуды шектейді. Көз қабағы, мұрын, ауыз және құлақ пішіндеріне ықпал етеді. Арлекин ихтиозымен туылған балалар инфекциялар, сусыздану және дене температурасын реттеу қабілетсіздігінен сәби кезінде қайтыс болып кетеді. Бірақ қазіргі заманауи медициналық жетістіктердің арқасында кейбірі есейген шағына дейін өмір жалғастыра алады. Ламелляр ихтиозы. Бұл тері жасушаларының бөлінбейтін, бірақ жыртылатын жағдайы. Нәтижесінде адам денесінде қою түсті тыртықтар қалады. Көз қабақтары мен еріндер көбіне сыртына айналып тұрады. Сол себепті осы ауытқушылығы бар адамдар үнемі су жетіспеушілігін сезінеді. Бұл 600 мыңнан бір адамда кездеседі. Осымен болды. Достар, осы видеоға 5000 лайк жинайық. Сонда біз оның 3-ші бөлімін түсіреміз. Келесі кездескенше аман сау болайық. Әрдайым сіздермен бірге Айыт топ арнасы.